Chicago KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыз пысықтау деп атасақ болады. Себебі маған көрермендер хабарласып жатыр, айтады: Аслан, осы күнге дейін өткен сабақтардың барлығын біз сенімен бірге істеп өттік. Барлығы түсінікті, өте оңай. Бірақ осы өмірде қалай қолданатын жайлы шын мысалдар келтіріп өтесің бе деді. Біріншіден, өте көп рахмет, себебі бұндай сіздердің ойларыңызды білдіріп отырғандарыңыз маған өте қатты көмектеседі. Маған сіздерге не керек, көкейлеріңіздегі сұрақтарды түсіну менің келешекте контенттерімді жақсартуға үлкен үлес қосады. Ал енді біз осы соңғы тақырыбымыз шарт, яғни if, егер деген шартты күнделікті өмірдегі қолданып жүрген application'дар да қалай жазылған, соны көрейік. Мысалы, біздің күнделікті имейліміз. Біз имейлға кіргенде белгілі бір шарттар бойынша ғана кіре аламыз, имейлімізға логин жасау үшін. Бұл шарттарды осы имейл деген application болып саналады. Осы application'ды жазған программисттер қолданған шарттарды қойған бізге. Мысалы, мен astana@gmail.com деген имейлға кіріп көрейін. Әрине, бұның иесі мен емес, сондықтан мен оның паролін білмеймін. Бірақ парольға кез келген имейлді қойып көрейін. Сол кезде ол мен кіргізеді ме, кіргізбейді ме? Енді маған айтады, введите пароль дейді. Енді парольді кіргіз көрейін. Мен деген біздің сүйікті каналымыздың атын жазайын. Парольға жарайды ма, жарамайды ма, тексерейік. Бұл әрине жарамайды, себебі astana@gmail.com'ның иесі мүлдем басқа пароль қойды. Оны біз білмейміз. Яғни бұл application'ды жазған адамдар не деді? Бұның паролі тек қана осы ең басында қандай пароль қойды, соған тең болса ғана бізді имейлға кіргізеді. Әйтпесе, бізге құр осы сообщениені көрсетеді экранға. Сөйтіп біз әріппе әріп, жаңағы барлығын, үлкен кіші әріптерін барлығын жазбағанша, цифрлар бар болуы мүмкін. Бұл бізде бұл имейлға ешқашан кіргізбейді. Міне. Енді бұны көрдіңіз, осыны қолданған. Енді бұны іс жүзінде қалай жазылады? Біз өзіміздің жұмыс істеу ортасына келейік. Бұл katakoda.com. Әрине, әрдайым жазғанда мен деген бұның сілтемесін осы видеоның сипаттамасына жазып қоямын. Енді ең бірінші варға тоқтап өтейік. Var дегеніміз кейбіреулері айнымалы деп айтуы мүмкін, бірақ бұл айнымалы емес. Айнымалы дегеніміз мектепте өткенде, мысалы x тең 2, y тең 3 деп біз екі айнымалыны тағайындап алдық. Бұл латын әріптеріне немесе грек әріптерімен жазылған белгілі бір цифраларды мағына ретінде қабылдай алатын. Мысалы, енді x қосу y десе, біз бірден айтамыз, 2-ге 3-ті қосса, ол 5. Яғни біз x-ті 2 ретінде танимыз, y-ті 3 ретінде. Сол кезде біз тең 5 дейміз. Міне осыған біздің варлар өте қатты ұқсас. Бірінші айырмашылығы бізден құр әріптері ғана емес, бізден сөздер қолдануға болады. Тағайындаған кезде варларды. Екіншіден, оған мағынасы тек қана цифрлар емес, цифрлар және ұзақ тексттарды, немесе құр жалғыз сөз болуы да мүмкін. Яғни құр цифрлар емес, әріптерді де қабылдай алады біздің варлар. Енді осыны еске түсіргеннен кейін біз var жасайық. Жаңағы пароль дейік, мысалы, пароль тең Chicago KZ мысалы, кішкентай әріппен KZ 2019 дейік. Біздің пароліміз осы болсын, біз келешекте веб-сайт жасап жатсақ, өзіміздің бөлек. Енді біз мұнда қалай жазамыз? If, мысалы, пароль is, яғни пароль деген келесіге тең болса, біздің бастапқы пароліміз біз тіркелген кезде, біздің веб-сайтқа тіркелген кездегі пароліміз деп есептейік. Осыған тең болса, оны веб-сайтқа кіргіз деп біз өзіміздің шартымызды жазамыз. Enter басамыз. Қайтадан естеріңізге салып өтейін, бұл жұмыс орнының
жақсылығы ол бізге табуляцияны бірден жасап береді. Егер сіз басқа жұмыс істеу ортасынан жұмыс істеп жатсаңыз, мына келесі мына tab деген жазуы бар кнопканы бассаңыз, осындай орын қалдырады. Енді біз мұнда жазамыз, келесі не істеу керек? Яғни егер пароль осы әріппе әріп, кішкентай, үлкен және бүкіл цифралар дәл-бе-дәл келсе, онда осы біз не істейміз? Қазірше біз оны print дей саламыз. Қазірше біз оған қош келдің, мысалы, веб-сайтқа кіргіз. Веб-сайтқа кіргіз дейік. Кіргіз. Қазірше біз құр print дейміз. Яғни бұл print деген функциямыз. Бұл ешқандай құр жаңағы сөйлем жазып шығар, мынау сияқты сөйлемді жазып шығарғаннан басқа дым істемейді. Қазірше бұл бізге жеткілікті. Бірақ келешекте біз оны веб-сайтқа кіргізу функциясын жазамыз. Қазір бізге түсінікті болу үшін осыны кішкентай мысал келтірейік. Else немесе егер жаңағындай, егер парольді дұрыс енгізбесе, біз не істейміз оны? Оған не дейміз? Print. Оған мынау сияқты бір сообщение көрсетеміз. Сол кезде ол түсінеді. Айтамыз, пароль қазақша жазамыз, дұрыс емес. Және тағы басқа көп ұзақ жазсақ та болады. Әзірше осын жазайық. Қазір енді біз осы кодымызды жүргізсек, бұл Python не істейді? Пароль деген мынау, мұнда пароль дегеніміз Chicago KZ, кішкентай әріппен бәрін тексереді. Егер біздің шартымыз не? Егер осыған тең болса, біз деген веб-сайтқа кіргіземіз. Тең болмаса, пароль дұрыс емес деп оны кіргізбейміз. Міне жасадық, жүргіздік. Ол не деді? Веб-сайтқа кіргіз деді. Қазірше құр естеріңізге салу өтейін, құр осы текст ғана шығарып отырмыз. Келешекте біз күрделі программа жазып, оларды веб-сайтқа кіргіземіз. Енді мысалы парольді қазір өзгертейік. Мысалы C-ді кішкентай әріппен жазып қалайық. Енді жүргіз көрейік. Не дейді? Пароль дұрыс емес дейді. Себебі мына C-ді кіші әріппен жазды. Шартымыз не біздің? Пароль деген әріппе әріп, кіші, үлкен бәрі бірдей болса ғана оны веб-сайтқа кіргіземіз. Болмаса, оны кіргізбейміз. Мысалы, жаңағы мысалда мүмкін ол деген Chicago KZ де шығар оныкі. Бірақ мүмкін ол деген KZ емес, Z деген мысалы бас әріппен болуы мүмкін шығар. Біз оны білмейміз. Міне осылай біз деген келешекте веб-сайт жасағанда қолданамыз. Тағы да айтып өтейін, бұл деген тек қана негіздері. Сіздер түсінбей жатсаңыздар, сіздерге түсініксіз болса, қалай қолданамыз дегенді. Әлі келешекте біз күшті мықты проекттер жасаймыз, веб-сайттар, аппликейшндар жаза бастаймыз. Сол кезде біз осы негіздердің бәрін қолдана бастаймыз. Әзірше сізді бұны көбірек қолмен жазып түсінуге тырысыңыз. Өзі түсінудің бірнеше дәрежесі бар. Біріншісі, сіз құр көргенде бір нәрсе түсінгендей боласыз. Одан кейін қолмен жазғанда одан да көбірек нәрсе түсінесіз. Одан кейін екінші рет қолмен жазсаңыз, одан да көбірек түсінесіз. Сол сияқты біз миымызды шынықтыра береміз. Бүгінге осы, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.